бізде күн женегі ең бірінші шығады және батқан кезде де ең бірінші батады. Осыған байланысты тұрғындар үшін біраз қиындықтар болды. Үкіметтің қаулысы арқылы, жергілікті жердегі мекемелердің шешімдері арқылы біздің мемлекеттік мекемелерде 1 сағаттық жұмыс уақытын алға қарай жылжыту туралы шешім қабылдады. Бұл ең бір тиімді шешімдердің бірі деп ойлаймыз. Себебі мемлекеттік қызметшілер өздерінің женегі балаларын біздің мектебімізге әкелген кездері 1 сағат бұрын уақыттан әкеліп алады да кейіннен женегі өз жұмысына бара алады. Бұл оның уақыт үнемдеуіне тиімді болып отыр. Сонымен қатар женегі мемлекеттік қызметшілер егер де жұмыстың соңынан шыққан кездері бұрын уақыттарда 6 болатын болса, ол кездері тым қараңғы болатын. Қазір уақытта женегі 1 сағаттың жылдамдығына байланысты күннің жарық мезгілін 1 сағат тиімді пайдаланады. Сондықтан да бұл қабылданған шешімді өте дұрыс шешімдердің бірі деп санаймын.